Сәлем қыздар, қалайсыздар? Мен сіздерге қазір қолдағы, арқадағы және қолтықтағы, белдегі майларды кетіретін топ 3 жаттығуды айтамын. Менімен бірге қайталаңыздар. Ал кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Және де қыздар, бұл мына жердегі арқадағы, мойындағы тұздарды да кетіреді. Обязательно жасаңыздар. Так, екінші жаттығу. Мойнымызға қоямыз баклажканы және қолымызды ашамыз, жұмамыз. Ашамыз, жұмамыз. Бұл жаттығуды да 30 рет немесе 60 рет жасасаңыздар болады. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Қыздар, қазір үшінші жаттығуды көрсетемін. Бұл да оп-оңай. Менімен бірге қайталаңыздар. Ал кеттік. Бір қолымыз жоғарыға. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Қыздар, осымен жаттығуымыз аяқталды. Күніге, таңертең, түсте, кешке жасасаңыздар болады. 20 реттен, 30 реттен, 60 реттен. Ең бастысы, қыздар, ерінбей жасаңыздар. Және де мен сияқты осындай иығы үлкен, денелі қыздар болса, кеңес берем сіздерге жасауға. Мына жердегі майдың барлығын кетіреді және главный арқадағы тұздарды кетіреді. Ал кеттік. Пока-пока.